Типа тише қыздар. Сәлем құрметті команда, қазір мен сендерге отчетқа қалай кіреміз, соны көрсетемін, мұқият қараңдар, оп-оңай ақ. Міне, кіресіңдер өздерің кабинеттеріңе, структура дегенге басамыз. Просмотр структуры. Например, осы айды таңдайсыздар. Мынау бірінші варианты, отчетты қараудың бірінші варианты, балыңды қараудың бірінші варианты. Июль 2019, қазір июль. И какой-нибудь, например, сіз какой-то бір адамның балын көргіңіз келіп отыр. Какой-то адамыңыздың балын көргіңіз келіп отыр, допустим. И, например, есімін жазайық, Гүлмира. Искать басасыңдар. Кетті. Қазір қанша Гүлмира бар, соны көрсетеді маған. Сен өзіңнің, например, Гүлмираңды іздеп отырсың, фамилиясын жазасың онда. Или там фамилиясын білмейсің, но атын білесің. Онда атын жаз, и потом керек Гүлмираңды таңдап аласың. Қазір бірнеше Гүлмира шықса. Так, загрузкасы жүріп жатыр. Чуть-чуть потише, қыздар. Осылай көп загрузка болуы мүмкін, ұзақ тұруы мүмкін. Күтеміз. Гүлмиралар көп қой деймін осы неде, отчетта. Сондықтан да ұзақ болып тұр загрузкасы. Вот, көрдіңдер ма, Гүлмиралар өте көп, сондықтан да мінеки қаншама Гүлмира беріп отыр маған. Загрузкасы сондықтан өте ұзақ болды. Енді қараймыз. Например, сен өзіңнің Гүлмираң тауып алдың. Например, сен Гүлмираң ол Абилова Гүлмира Сансызбаевна, я? Саған керек Гүлмира. Сен оның қанша балда тұрғанын көргің келеді, сенің адамың бұл. Қараңыздар, КО, міне тұр, КО, ЛО 0 болып тұр, ЛО, яғни личный оборот жасамаған. КО қазіргі таңда 333 балл болып тұр. СО, структурный объем, тоже 333 балл болып тұр. КО деген, ол өзінің обороты. СО деген, ол директормен қоса обороты. Бұл кісіде директор жоқ қой, сондықтан да КО, СО бірдей болып тұр. 333. Яғни, енді қараңдар, 333 дегеніңіз бізде 6%, я? Ал 9% бізде 600. Онда бүйтіп айтамыз. Гүлмираға звондаймыз, айтамыз, Гүлмира, смотри, у тебя 333. Кішкене балл, тағы да 200-300 балл болса, сен уже 600 балл боласың, 9% боласың. Яғни, 9%-ке бізге қанша 600-ден аламыз 333-ті болады. 267 жетпей тұр. 4 күннің ішінде 267 балл жасауға болады ғой. Сондықтан да Гүлмирамен жұмыс істейміз. Хабарласамыз, оған айтамыз, Гүлмира, во-первых, өзіңнің балыңды жаса 100 балл. Вот 100 балл жасаса, уже 100 баллы кетті, 167 балл қалады жасауға 9%-ке. Но зачем оставлять в таком виде 333? Зачем оставлять, когда она может сделать 9%? Зачем оған 6%? И сөйтіп әр адамыңызбен егер де жұмыс істесеңіз, онда сіздің директорствоңыз тем более оп-оңай жабылады. Каждый адаммен прорабатываем в команде, қыздар. Бұл бірінші варианты, отчетты қараудың бірінші варианты. Қазір екінші вариантты көрсетемін.